Салам алейкум дейді. Қазақстанда көшті дейді. Алейкум ассалам, қырғыз бауырларым. Сендердің қырғыз бауырларымыздың Қытайға қарсы күресін қазақтар қолдаңыздар. Қандай сұрақ бар? TikTok не болды дейді. Қытай аяқ астынан Американың дәубұршағын алуды тоқтата қойды. Енді TikTok-та қазір бір белгісіз жағдайда болса керек. TikTok-тың ақпараттық базасы Oracle компаниясына өтті деген хабарды әлі көрмедім. Өтсе, мен TikTok ашамын. TikTok-тың ақпараттық базасы Oracle компаниясына өткен күні мен TikTok-тан аккаунт ашамын. Оғанға дейін мен TikTok-тан аккаунт ашпаймын. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қытай Тайванға шабуыл жасауға батылы бара ма дейді. Қазір Қытайдың әскери жоғары лауазымды генералдарының 63% тұтқындалды. Бұл Сталин заманындағыдан кейін адамзат тарихында болған екінші үлкен зор репрессия. Сталин өзінің генералдарын, саяси кадрларын осы Ши Цзиньпин сияқты тұтқындаған. Бірақ жер бетіндегі бірде-бір мемлекетте бұндай оқиға болмайды екен. Болмапты да. Енді Ши Цзиньпин жоғары лауазымды әскери кадрларының 63%-ын түрмеге тығыпты. Енді дәл осындай жағдайда ода жеткілікті кадр де, маман да жоқ. Ол Тайванға соғыс ашады деп ойлау қиындау. Бірақ диктаторлардың бүгінгісіне қарап ертеңгісін болжау қиын. Себебі диктаторлардың нені психикалық ауытқушылыққа ие. Сталин де психикасы ауытқыған адам, Путин де психикасы ауытқыған адам, Ши Цзиньпин де психикасы ауытқыған адам. Бұлар өздерінің мүмкіндіктерін асыра бағалайды. Бұлар мен қабағымды түйсем күн бұлттайды, мен көзімді ашсам күн шығады, мен жерді тепсем жер сілкінеді деп сенеді. Сондықтан Қытай күн ертең Тайванға соғыс ашуы мүмкін, оны ешкім болжай алмайды. Американың бәленбай миллиард ақша төгіп отырған атақты Хадсон институтының өзі Қытай Тайванға соғыс аша ма, ашпай ма деген мәселені зерттегелі 70 жыл болды. Әлі нәтиже жоқ. Сондықтан Қытайдың ертең не істейтінін ешкім білмейді. Мен Қытай Тайванға соғыс ашады, ашпайды деп айта алмаймын. Әрине, бір ғана Тайванның чип өндіретін компаниясы TSCM бүкіл Қытайша Тайжидиан дейді, бүкіл дүние жүзінің жоғарғы деңгейдегі чипінің 80%-ын ұстайды. Қытайдың Тайванды алам дегендегі бүкіл мақсаты осы болуы мүмкін. Екіншіден, Тайванды алса, Жапония мен Оңтүстік Кореяге теңіз арқылы баратын мұнай, бүкіл өндіріс, олардың шетелге экспорттайтын тауарына теңізде тосқауыл қойылады. Неге? Жапония осы Тайванның алдартынан оңтүстік шығыс Азияға қарай бет алады. Ал Тайванды алатын болса, Қытайдың теңіздегі әлеуеті артады. Сондықтан Тайванды беріп қойып Америка қарап тұрмайды. Осы жуырда ғана Трамп Тайванға F-16 ұшақтарын сатуға рұқсат берді. Ол деген сөз не? Американың Қытайға, мысалы мен қазір міне көре салайын, міне дәл осы мен енді ол ескілеу міне жерде бір аптаның ішіндегі Американың Republic of China Air Force approved to receive more American F-16 parts as new дейді. Міне Military Watch магазинінің жазуында Republic of China дейді. Яғни Қытай Республикасының
қорғаныс әуе қорғаныс жүйесі Америкадан зор көлемде F-16 ұшағының бөлшектерін алғандығын растады дейді. Енді Air Data News-тың жазуында 4 күн бұрын US approves US 300 million sale of spare parts of Taiwan's F-16 and the C-17OH дейді. Міне Америка Тайванға F-16 ұшағының және C-130H ұшақтарының бөлшектерін сататын 330 миллион долларлық келісім шартты мақұлдады дейді. 330 миллион долларға F-16-ның бөлшектерін сатады екен. Бұл жерде жұрт ойлайды, не деген қымбат бөлшек дейді. Тайванның F-16-ны алғаны анау ертеде. Украина F-16 деп жылап жүрген кезде Тайванда F-16 бар. Енді ол F-16-ның бәрі міне бәленбай жыл болды, оның запчасы ескірді. Оны осы замандық жаңадан шыққан AI жасанды ақыл технологиясы, жаңадан шыққан оптикалық технология, жаңадан шыққан спутниктік интернеттік технологиялық бөлшектермен ауыстыру керек. Оны үздіксіз апдейт, яғни жаңартып отыру керек. Сондықтан 330 миллион долларға F-16 берді. Мен мына жерде қайталап тұрып айтам. Бұны осыдан бәлен жыл бұрын айттым. Ресей, Украина екеуімен Тайван, Қытайды салыстыр. Ресей Қытайдан әскери күш қуат жағынан күштел. Қытай Ресейден әскери күш қуат жағынан әлсіз ел. Ал Украина Тайваннан әлсіз ел. Тайван Украинадан күшті ел. Енді қараңдар. Қытайдан күшті Ресей Тайваннан әлсіз Украинаны ала алмай 4 жыл соғысты. Қайталап тұрып айтам. Қытайдан күшті Ресей Тайваннан әлсіз Украинаны ала алмай 4 жыл соғысты. Әскери күш әлеуеті Украинадан күшті Тайван, Ресейден әлсіз Қытайды соғыста жеңе алады. Бар болғаны, бұл арада Тайванның көлемі кішкентайлау болып отыр. Ал Қытай бір мезетте Тайванның біраз жерін жауласа жаулап алуы мүмкін, бірақ табандап тұрып соғысуға барғанда, мына жақтан Жапон, Корей, мына жақтан Филиппиндегі Американың әскери базасы, Жапондағы Корейдегі әскери базасы, арғы жақ Аустралия, Жаңа Зеландия бәрі қоршағанда, Қытай оңтүстік шығыс Азияда тасталқан болады. Сондықтан Тайваннан әлсіз Украинаны Қытайдан күшті Ресей ала алмағанда, Украинадан күшті Тайван Ресейден әлсіз Қытайды тасталқан қылады деп сенемін. Ал, тағы не сұрақ бар? Судан туралы не айтасыз? Кезіндегі орыстың Суданда тәрбиелеген бандиттік қарақшылық жүйесі, қылмыстық тонаушылық жүйесі, Суданның жаңа жерасты байлығын тонаған орыстық жалдамалы Вагнердің топтары, орыстың қалдырған қарулары Суданды қазір былықтырып жатыр. Христиандар мен мұсылмандардың ортасында үлкен қырғын болып жатыр. Бұның артында да Ресейдің салған лаңы тұр. Ресейдің лаңы бүкіл адамзатқа жеткілікті болып отыр. Тағы басқа қандай сұрақ бар? Суданда христиандарды мұсылмандар өлтіріп, мұсылмандарды христианның кейбір топтары өлтіріп жатыр. Бұл анығында өзін мұсылман деп атаған дінбұзарлардың ісі, және өздерін христианбыз деп атаған анығында дінді желеу қылған адамдардың ісі. Екі дінде, бірін Иса пайғамбардың үмбетіміз дейтіндерде, немесе өзін Мұхаммед саллаху алейхи уассалам үмбеті дейтіндерде, екеуінде де діннің атын жамылып кісі өлтіруге тыйым салған. Дін деген бейбітшіліктің ісі. Адам өлтіріп, және өздерінің нақақ бейгүнә бұқараларды өлтіргенін дінге орағысы келетіндердің барлығы арамза шайтандар. Ешқандай христиандықта, исламда ол адам өлтіруді, әсіресе бейбіт тұрғындарды, қолында темірдің сынығы жоқ әйелдерді, балаларды өлтіруді құптамайды. Бұл адамгершіліктің ең төменгі өлшемдегі логиканың өзіне қайшы.
Сондықтан Судандағы жағдай ол ашынышты трагедия. Бірақ бұның тарихи тамыры тереңде жатыр. Оның артында Ресейдің Суданның байлығын тонауға арнаған Вагнерлік қылмыстық тобы, Суданда ұзақ жылдан бері тәрбиелеген бандиттік қарақшылық топтар жатыр. Ал қандай сұрақтарды көресіздер? Сирия екінші ауған болымы. Сирияда енді Америкамен жуырда ғана келісіп қайтты. Сирияда мүмкін бейбітшілік орнайды. Оны енді уақыт көрсетеді. Бірақ кем дегенде орыстың Сириядағы иті Башар Асад қашты. Башар Асад режимі құлады. Енді кем дегенде Сирияда орысшыл билік жоқ. Орыстар Сирияда ары қарай ойына келген істей алмайды. Енді орыстан арылғаннан кейін ары қарай бір оң бағытқа бұрылуы мүмкін. Енді басты нәрсе, діни радикалистер, діни фундаменталистер билікте отыра берсе, онда олар дұрыстап реформа жасамайды. Мәселе Сирияда ашық ойлы, зайырлы адамдар билікке келетін болса, еркіндікті, теңдікті ту еткендер билікке келсе, ел басқаруда, еуропалық, америкалық ашықтықты, жариялықты, қазынада, есепте, экономикада, өндірісте, осы америкалық, еуропалық ашықтықты, теңдікті ұстанатын адамдар билікке келсе, онда ол дамиды. Бірақ азғантай билікке келген діни фундаменталистер мен радикалистер билікті ұстап, бүкіл өндірісті де солар ұстап, мұнайды да солар ұстап, сыртқы сауданы да солар ұстап, банкті де солар ұстаса, онда тап-таза дінді желеу еткен монополия орнаса, онда Сирия, онда сол қазіргі қалпынан көп арыға бармайды. Мәселе, неге билік санаулы күшті қуатты топтың ғана қолында шоғырланып қалады? Халық саяси сауатсыз болса. Халық сауатты болса, анау барлық нәрсені мен жеймін деп тек өз алдына ғана тартып отырғанда, қалғандар, ей, сенен басқа да ауыз жоқ па деп айта алса, анау бүкіл билікті өз алып, конгрессті де өз шеш, министрді де өз адамы, інісі қорғаныс министрі, келіні қазына министрі, жаңағы ағасы конгресстің бастығы болып, өзі барлығын шешіп алса, кіші әкесі бас сот, кішінісі әуе армиясының бастығы деп бәр саланы өзі билеп алса, сонда басқа ешкім үндемей тымпиып отырса, онда ол жерде диктатура болады. Ал Еуропа мен Америкада неге диктатура болмайды? Халық сауатты. Кез келген бір мүдделі топтар билікке шоғырланғанда, ана жерде конституция тастай, сол конституцияның атқарылуын қадағалайтын құрылымдар бар. Президенттің шексіз билігіне тиым салатын құрылымдар бар. Халқы сауатты. Кез келген президент тағында отырып алайын десе, халқы көшеге шығады, ереуілге шығады. Халқының көшеге шығуы Еуропа мен Американың демократиясының кепілі. Ал халқының көшеге шыққаннан қорқатын елдер қандай? Қазақстан, Ресей. Ресейде де қазір адамдар өз ойын айтқандық үшін сотталады. Жастар, соғысқа қарсылар, әйелдер, баласынан айырылған аналар, жарынан айырылған орыстың әйелдері өзінің наразылығын әлеуметтік желіде жаза қалған үшін сотталып жатыр. Қазақстанда сен Әбілязовтың постының астына коммент жазыпсың деп, оны дәлел жоқ, әкел көрсет десе жоқ. Серікжанның Фейсбуктен постының астына сен коммент жазыпсың, қане әкел дәлел десе жоқ, соттай салады. Тағы не? Сен ереуілге шығуың мүмкін деп күні бұрын сенің жасамаған қылмысың үшін соттайды. Міне бұл диктатура. Тоқай неге бір саусақпен санарлық, ұзын ырғасы 100-ге де жетпейтін адамнан шошып отыр? Тоқаевтың 100 мың жасағы бар ғой. Қарулы армиясы, ішкі полициясы, қорғаныс министрлігінің армиясы, ішкі істер министрлігінің қарулы полициясымен қосқанда, Қазақстанда қарулы күш 100 мыңнан асады. 100 мың қарулы күші бар Тоқаев неге 100 адамға жетпейтін ашық ойлы азаматтан қорқады? Себебі ол өзінің заңсыз екендігін біледі. Себебі ол өзінің халықтың батасын алмағанын, халық сайламағанын біледі. Ал Америкада өткенде 7-8 миллион адам ереуілге шықты. Трамп шошылды ма? Бас салды ма? Қамады ма? Соттады ма?
жалдамалыларын жұмылдырып, ойбай, ел аман жұрт тыныш болсын дегізді ма? Поптарын жинап, черкеуде уағыз айтқызды ма? Тикток поп дейтін попты қолдан жасап, біздегі тикток имам сияқты. Тикток поп деген попты қолдан жасап. Немесе біздегі аталмыш ұстаз сияқты христиан ұстаздарды мойнына дәу қып крест асқызып алып, христианның қаруы дұға деген мұхтарам жамағат дұға қылайық. Америка басы аман болсын, президент аман болсын, елдің іші сырты жауға толып тұр, дұға қылайық христиандар дедірді ма? Дегізді ма? Америкада бір поп президентті мақтап дұға қып па? Міне сол үшін Америка. Сол үшін Америка. 7-8 миллион адам бәленбая ереуілдетті. Атаң аптасына 5 күн жұмысын істеп, сенбі күні Маралогы сарайына қайтып, ана сұлу тоқалына аяғын сипалатып отырып, бауырсағын, сол сұлу тоқал пісірген бауырсағын жеп, шайын ішіп, телевизордан өзін қарғаған, көзін жояйық, басын шабайық, сирағын шағайық деген ереуілдерді көріп, тыңдап, жаңа журналистерге сұхбатын беріп, атаң дүйсенбі күні ұшып Ақсарайына кіріп, Ақ үйіне кіріп, жұмысын жалғастырып жатыр. Американың ұлттық қауіпсіздік барлау, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік ұсып, жалаң етіп, ереуілге шықпаған әлі ауылдардағы жаңа қырғиқисық үйлерде тұратын жаңа көшелерде бір жай біздің бір жай бір ата жұрттың бір әйел заты азаматымызды 5 полицей 5 көлікпен ана ауылдың ана асфальт жатқызылмаған көшесінде таңғы сағат 5-те аңдып тұр дейді. Таңғы сағат 5-те өйтіп аңдып тұр дейді. Ойлаш, шынашақтай әйел. Алматының іргесінде тұрады. Соны таңғы сағат 5-те бүкіл ұлттық қауіпсіздік сол әйелді күзетіп отыр дейді әсеген. Міне көрдіңіз? Бұл Қазақстанның диктатуралық жүйесі. Көрдіңіз бе? Ол қарындасымызды ана Сарыарқада жел қаттырақ соққанда, желдің өзі шүріп алып кетеді, баратын жерінде тегін бесплатно жеткізетіндей шынашақтай әйел. Соны Қазақстанның бюджетінен қаржыланған. Ана саусағымен тұртып түйені талдыра алатын дәу жігіттер көлігінің ішінде тығылып дірілдеп, мына қара күздің суығында таңғы сағат 5-тен күзетіп отырған бұл не бейшаралық? Неге Америкадағы ереуілшілерді Трамптың ұлттық қауіпсіздігі мен полициясы аңдымайды? Неге? Трамп егер ұлттық қауіпсіздік пен полиция ғана ереуілге шығатындарды аңды десінші, бітті. Сол күні сол полиция, сол ұлттық қауіпсіздік, сол күні сұңқылдап бүкіл телеарнаға сұхбат береді. Ойбай, не сұмдық, бізді ананы аңдыңдар деді, ереуілге шығам деген. Мына Трамп, мына дұрыс адам емес, мынаны әшкерелеу керек дейді. Ол бұйрықты атқармайды. Міне демократия. Трамп Федерал резервке өсімді төмендетіңдер деді. Ол тыңдамайды. Неге? Федерал резервтің бастығын ол тағайындай алмайды. Ол президентке бағынбайды. Кетер дейді. Кетер дейді. Көрдің ба? Ол Федерал резервті басқаратын құрылым бар. Бүкіл федералдық, бүкіл 50 штаттан құралған құрылым бар. Міне, Трамп басқара алмайды. Нью-Йорктың мері, әлемнің ең үлкен қаласының мері коммунист, мұсылман, иммигрант болды. Трамп оған қарсы ары сөйледі, бері сөйледі, сары шалың дегенің енді тура енді тұлданып, от алып қопаға түсті енді. Құдай біледі енді. От алып қопаға түсті. Ол оны тоқтата алған жоқ. Халық соны сайлады, болды, бітті. Президент бір қаланың әкімін сайлай алмайды Америкада. Міне сол үшін Америка. Неге? Бір адамның шексіз билігіне тыйым салып отыр. Ал Қазақстанда барлық әкімді президент тағайындайды. Барлық университеттің ректорын президент тағайындайды. Енді сен солардан бір ашық ойлықты, еркіндікті, теңдік күтесің ба? Ол халқына жауапты емес, ол президентке ғана жауап береді. Ол халыққа жағайын демейді, ол президентке жақса болды. Міне көрдіңіздер ма? Демократия мен диктатура деген осы. Мен қайсы күні сөйледім. Неге мұнайға бай, Ақтау,
Атырау, Ақтөбе, Орал, Қызылорда, осы облыстардың әкімдері неге оңтүстіктің адамдары Назарбаев, Тоқаевтың кландары болу керек дедім. Неге кіші жүздерді басады? Неге кіші жүздер мұнайдың үстінде отырып, жармай өмір сүріп отыр? Неге кіші жүздердің жерінен шығатын мұнай мен газды Назарбай, Тоқай, Құлыбай тонау керек? Назарбай, Тоқай, Құлыбайдың Ақтаудан, Ақтөбеден, Атыраудан шыққан мұнайға қай әкесінің қатысы бар? Назарбай, Тоқай, Құлыбаевтың анау Ақтау, Атырау, Ақтөбеден шыққан мұнай менен грамм қатысы бар ма? Қай жеті әкесінің қатысы бар сол жердегі мұнайға? Құлыбаевтың жеті әкесі қазған мұнай құдығы ма екен ол? Назарбаевтың қалмақ жоңғар әкесі қазған мұнай құдығы ма екен? Ол жердің әрбір түйір топырағын қанмен суарып қорғап қалған сол кіші жүздер емес па? Енді сол жердің ыстығына күйіп, суығына тоңған кіші жүздер сол жердің әрбір қаласының әкімі болмай ма? Сол жердің облысының әкімі, аймақтың әкімі сол кіші жүздер неге болмайды? Неге оны оңтүстіктен барған Назарбай, Тоқай, Құлыбайдың кландары, тайпаластары басқару керек? Сонда Назарбай, Тоқай, Құлыбайлар ұлы жүз болғандығы үшін олар қасиетті екенде кіші жүздер сонда не тоқалдан туып па? Атам қазақтың тоқалынан туып олардың дәрежесі төмен бе екен? Сапасы төмен бе екен? Сорты төмен бе екен? Неге солай? Бұл жерде мен ұлы жүзді кінәлап, кіші жүзді көтерейік деп тұрған жоқпын. Жүздердің ортасында дау тудырайын деп отырған жоқпын. Мен Американың сайлау жүйесін мысал қылып әкеп отырмын. Америкадағы президент Трамп Нью-Йорктың мерін сайлай алмайды, тағайындай алмайды. Өзінің адамын қоя алмайды. Нью-Йорктың халқы әне бір мұсылманды таңдады, бітті. Трамп оны жерден алып, жерге сынап, оны коммунист деп, бәленбай пост жазып, телевизорда оған қарсы бейтіп сөйлеп, Илон Маск екеу, тіпті бүкіл Нью-Йорктың анау миллиардерлері оған қарсы бірігіп, оны құлата алмады. Неге? Ол жігіт қарапайым төменгі жіктің халқының қызу қолдауына ие болып кетті. Көрдіңіздер? Сондықтан менің айтатыным, бұл жерде батыстағы кіші жүз, мұнайлы өлкелердің тұрғындары кіші жүздер ұлы жүзге қарсы болсын деген сөзді айтпай, мен бір қазақтың баласы берекелі болсын деймін. Бірақ ешқандай жүз, ешқандай жүзден ұлы емес, артық емес, тең болу керек. Маңғыстаудың әкімін, Маңғыстаудың халқы сайлауы керек, президент сайламауы керек. Атыраудың әкімін, Атыраудың халқы сайлауы керек, президент тағайындамауы керек. Жаңаөзеннің әкімін, Жаңаөзеннің халқы сайлауы керек. Ақтөбенің әкімін, Ақтөбенің халқы сайлауы керек. Ақтөбе облысының әкімін, облыстың халқы сайлауы керек. Ақтөбе қаласының әкімін, Ақтөбе қаласының халқы сайлауы керек. Президент тағайындай алмауы керек. Оған бір шапрашты барып отыра қалмауы керек. Неге бір Қарасайдан, тек қана шапраштыдан 100 министр шығуы керек? Бір Қарасай ауданынан, бір ғана шапраштылардан, бір ауданнан 100 министр шығуы керек? Неге кіші жүздерден бір министр шықпайды? Тұтас бір қазақтың бір, тұтас батыс даласын қорғап қалған. Жоңғар соғысынан тартып қазақтың тұтас ұлттық, үлкен ұлт ретінде тірі қалатыны жойылатын соғыстарында ерен еңбек еткен кіші жүздер неге сонда бір өзінің жерінің, бір қаласының, облысының әкімі бола алмайды? Бұл жердегі әңгіме демократияның жоқтығы. Мен бұл жерде ұлы жүз болсын болмасын деп айтпаймын. Ол Назарбай, Тоқай, Құлыбаевтың кландарынан ұлы жүздерге жақсылық келіп тұрған жоқ. Олар тек өзінің қанішерлік бандиттік жүйесін сақтау үшін жүздік тайпашылдықты, трайбализмді өздеріне құрал қылып пайдаланып отыр. Бұл жердегі трайбализм сол тұтас трайбқа, яғни тұтас трайб деген сөз tribe деп оқылады, ағылшынның тайпа деген сөз. Tribe. Трайбализм деген трайбализм. Бұл тайпашылдық деген сөз. Ал сонда
сол бірнеше бір Қарасайдан шыққан бір шапыраштының 100 министрінен тұтас шапыраштыға немесе ұлы жүзге пайда келіп, сол ұлы жүздердің бәрі ішкен алдында ішпеген артында болып, қарны тоқ, көйлегі көк, уайымы жоқ болып кетті дегенді білдірмейді. Ол тек сол билеуші клан ғана қызық көріп отыр. Қарапайым ұлы жүздің халқы әлі де сол жоқшылықта, кедейшілікте өмір сүріп жатыр. Сондықтан тайпашылдықпен ауырма. Бір тайпадан бір жерге бір басшы келсе, сол тайпа жақсылық көреді ме деп сенбеңдер. Онымен ауырсаңдар, онда малғұнсыңдар. Тайпашылдықпен ауырған адам малғұн. Тайпашылдықты құрал қылып пайдаланып отырған Назарбай, Тоқай, Құлыбайлар. Назарбай, Тоқай, Құлыбай сөйтіп өзінің айналасына клан жинап отыр. Халықтың қанын теспей сорып отыр. Сондықтан менің сөзім, жаңағы Американың президенті Трамп Нью-Йорктың мерін тағайындай алмайтын осы құбылысты мен түсіндіріп отырып, әр жердің халқы өз жерінің қаласының әкімін, облысының әкімін өзі сайлауы керек, оны президент тағайындамауы керек дегенді халықтың санасына сіңірмекшімін. Менің неге кіші жүздерді шеттетеді? Неге кіші жүздерді барып оңтүстіктен Назарбай, Тоқай, Құлыбайдың ұлы жүз кландары барып басқару керек дегенім ұлы жүздерді жек көргенім емес. Менің ұлы нағашыларым ұлы жүздер. Мен оларды жек көрмеймін. Гап сонда тұр. Гап әр жердің халқы өзі сайлауы керек. Президент шексіз билікке ие болмау керек. Америкада солай. Американың бұл жүйесі диктатураның алдын алатын